Құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгінгі мерекелік іс-шарамызды бастап беру үшін қазақ биін ортаға шақырамыз. Халықтық жұлдыз би ансамблі жетекшісі Сейітова Жаңылсын Сиғуат қызы. Жұлдыз халықтық би ансамблі. Қайырлы күн, қадірменді ханымдар, аяулы аналар. Бүгінгі мерекеменен сіздерді шын жүректен құттықтай отырып, номері 1 білім инновация лицейінің ұйымдастырылуымен болып жатқан мерекелік кешімізге қош келдіңіздер. Құрметті ханымдар, көбіне мынандай түсінік бар соңғы уақытта. Көктем мезгілі келген кезде әйелдер әдемі болып, қыздар құлпырып, аналар сәнденет дейтін. Сол ұғым меніңше керісінше сияқты. Аналар қашан әдемі болғанда, арулар сәнденгенде, арулар құлпырғанда көктем мезгілінің келгенін тағы да бір есімізге салатын сияқтысыздар. Сіздердің жайдары жүздеріңізге, жиналып қалғандарыңызға, бақытты кейіптеріңізге қарап, көктемнің келгеніне тағы да көзіміз жетіп жатыр. Ендеше көктеммен бірге келген сіздердің қадамдарыңыз тағы да құтты болсын. Бүгінгі мерекелік іс-шарамызды бастап беру үшін кешіміздің қадірлі қонағы Атырау облысы білім беру басқармасының бөлім басшысының орынбасары Хамзин Дулат Болатбекұлын сіздердің ду қол шапалақтарыңыз бенен құттықтау сөз үшін ортаға шақырамыз. Қайырлы күн, құрметті білім инновация лицейлерінің ата-аналары, ұстаздары және мынау бүгінгі біздің басқарманың дарулары қатысып отыр. Сіздерді мынау көктемнің ең алғашқы әсем арайлы мейрамы
8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жалпы мынау Фариза апамыздың мынандай бір 4 жыл өлеңін айтып өтейінші. Биік тұрған бір күш бар, дидарына жерде құштар, күн құштар. Ол нәзіктік, мәңгі шуақ нұрғыт сарқылмайтын жылылық. Ол тірліктің иесі, ол қуаттың иесі, әйел атты ұлылық деген екен. Осындай ғажайып өлеңдер, ілегі, осындай керемет өлеңдер, жырлар барлығы сіздерге арналған. Енді бір күн емес, 1000 күнде аздық етеді. Аналарға арналған мерекеге деп Қадыр Мырзалиев ағамыз айтқандай, сіздердің мерекелеріңізбен тағы да бір рет құттықтаймын. Мынау басқарманың атынан бүгін негізі осы аруларымыз басқарма басшысының орынбасары Лаура Мұхаммедкалина мен Светлана Ертлеуна келу керек еді. Енді ол кісілер отбасы жағдайына байланысты мен жіберіп еді. Сіздерге осы сәлемдемесін жеткізіп жатырмын. Құтты болсын мерекелеріңіз. Баршаңызға жақсылық тілеймін. Сізге де алғысымыз шексіз. Құрметті Дулат Болатбекұлы, қазақта айтады, жақсы қонақ келсе қой егіз табады деп. Сіздің келгеніңізді пайдаланып, біздің ата-аналарымызды, мұғалімдерімізді марапаттағымыз келіп тұр, әрине сіздің қолыңызбенен. Ендеше марапаттау рәсіміне кезек берейік. Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының құрмет грамотасының номері 1 білім инновация лицейінің ұстаздары мен қызметкерлеріне тапсыруға рұқсат етіңіздер. Жас ұрпақтың білім мен тәрбие алу жолындағы игі істеріңіз, жауапкершілік пен кәсібилікке негізделген еңбегіңіз үшін сізге құрмет грамотасы берілетін болады. Сахнаға Нұрғалиева Гүлсара Сайын қызын шақырамыз. Гүлсара апайымызды құттықтап дәл осы құрметті жалғастырайық. Дәл осы мәтінде Мырзағалиева Гүлбақыт Әмірхан қызы. Естелік суретке түсіп жатырмыз. Және де осы мәтінменен Сейітқалиева Нұрқұралай Мұхит қызы. Құралай Мұхит қызы. Сізді де құрметпен ортаға шақырамыз. Осы мәтінде Аубакирова Марина Нұғыман қызы. Дәл осы мәтінде Гатамова Айда Шахверан қызы. Құрмет грамотасы иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Ал біз марапатымызды ары қарай жалғастырамыз. Урашева Майра Нұғман қызы. Осы мәтінде Медетбаева Нұргүл Әділхан қызы. Дәл осы мәтінде Сүлейменова Айнұр Байрон қызы. Айнұр апайымыз. Және де Измағамбетова Нұргүл Жалғасбай қызы. Апайымыз. Қолдау білдіре отырыңыздар. Марапат иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Және де Қасымбекова Динара Әбдіғаппар қызы. Және де бүгінгі кеш үшін маңызды марапат иесі Молдашева Сания апайымызды құрметпенен ортаға шақырамыз. Сания апай осы уақытқа дейін, дәл қазіргі сәтке дейін білген жоқ, сондықтан қолдауымызды аямайық. Ал мына қошеметке апайымыз міндетті түрде лайық деп ойлаймыз. Сізді естелік суретке шақырамыз. Осылай құрмет грамотасын иеленген мұғалімдеріміз және қызметкерлеріміз. Тамам.
Ал біз марапатымыздың келесі бөлігін жалғастырамыз. Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының құрмет грамотасы менен Дулат Болатбекұлы, сіз қалсаңыз, біз мұғалімдерді марапаттап болдық. Келесі кезекте ата-аналарымызды марапаттасақ, дәл осы құрмет грамотасы менен мектеп өміріне белсене қатысып, қолдау көрсеткен аналарымызды марапаттайтын боламыз. Құрмет грамотасы Жанаспаева Арда ханымға берілетін болады. Дәл осы мәтінде Жаулина Күлян ханым. Және Нарымбаева Зибаш ханымды ортаға шақырамыз. Аталмыш құрмет грамотасы Ботабаева Айгүл ханымға берілетін болады. Және сахнаға Нұртазаева Әсел ханымды шақырғымыз келеді құрмет грамотасын алу үшін. Ата-аналардың құрмет грамотасын иеленетін соңғы ата-анамыз Майқараева Ләззат апайымыз. Ата-аналарымыз осымен болған сыңайлы. Ләззат ханым, келген болса міндетті түрде сәлемді, құрмет грамотасын жеткізіңіздер. Дулат мырза, сізді ата-аналарымызбенен естелік суретке шақырамыз. Бүгінгі күн сіздерге тек кеш емес, тек бір сыйлық, әдемі әсерлі әндер ғана емес, грамота менен марапат қағаздары жауатын күн болып тұр. Бізде кезекті марапат рәсімі облыстық білім беру саласын дамытуға қосқан үлесі мен шығармашылық жетістіктері үшін Атырау білім беру басқармасының құрмет грамотасы менен сахнаға Хасанова Дидар Жомарт қызы марапатталады. Дәл осы мәтіндегі құрмет грамотасы Берсугурова Бақыт Сүлеймен қызына берілетін болады. Және де Әбішева Қаламқас Бақытжан қызы. Дәл осы мәтінде білім беру саласын дамытуға қосқан үлесі үшін құрмет грамотасы Мақашева Мейрамкүл Рахматулла қызы. Келіңіздер, біздер мәтінді арғарай жалғастыратын боламыз. Құрмет грамотасының келесі иегері Батыргереева Сәуле Темірболат қызы. Божанова Зульфия Кикбай қызы. Зульфия апайымыз бар болса, келіңіз. Хасимова Ләззат Хайрулла қызы. Құрмет грамотасының келесі иегері Санбаева Айнұр Алтынбек қызы. Және де Сансызбаева Лаура Есен қызы.
Және құрмет грамотасының соңғы иегері Досмағамбетова Гүлзира Аманжол қызы. Осылай Гүлзира апайымызға да құрмет грамотасын табыстайық. Сіздерге алғысымыз шексіз. Мереке құтты болсын дегіміз келеді. Мерекемен бірге алған марапат құрмет грамоталарыңызда құтты болсын. Дулат мырзаменен естелік суретке шақырамыз. Дулат Болатбекұлына да айтар алғысымыз шексіз. Сіздерге құрмет грамота иелеріне құтты болсын айтқымыз келеді. Сіздер де үлестеріңізді қосып, қолдау қошеметтеріңізді білдіріп қойсаңыздар жарасады. Ал дәл қазір сахнада Мұрат Құсайыновтың Пір дастан күйіне қойылған Дала гүлі биі. Сіздердің ыстық ықыластарыңыз ән мен биді шатастырып жатырмыз. Әсерлі ән екен дәл қазір. Сіздердің құрметтеріңізге қыздар әні лицейіміздің оқушыларының орындауында. Шешілмеген жұмбақтай ғой бізгәлі, қыз жібектей жаны сұлу тым нәзік, шіркін қандай қазағымның қыздары. Қыздар, сұлу қыздар, неткен ғажап сұлусыңдар, дархан көңіл нәру қыздар. Қыздар, сұлу қыздар, аққу мойын ару қыздар. Қыздар, сұлу қыздар. Самал желпіп маңдайдағы кекілі, олар жайлы сырда талай шертілді. Қарап тұрсаң көз тоймайтын сол қыздар, қырдың сұлу қызғалдағы шекілі. Қыздар, сұлу қыздар, неткен ғажап сұлусыңдар, дархан көңіл нәру қыздар. Қыздар, сұлу қыздар, аққу мойын ару қыздар. Қыздар, сұлу қыздар. Бақыт қырға өренгенде санауын, бар сұлулық бір сендерден алған. Ақ маңдайлы ару қыздар тек қана шын аялап, шын сүюге жаралған. Қыздар, сұлу қыздар, неткен ғажап сұлусыңдар, дархан көңіл
қазақ өнері қалыптасқалы тіпті пайда болғалы дейік. Әнші, ақын, сазгер, жазушы барлығы да қыздарға, әйелдерге, аруларға арнап, өз өнерлерін арнап кеткен. Таудың еріген бұлағы, күннің нұры, айдың сәулесі, әдемі теңелердің барлығы қыздар сіздерге арналады. Еркектерге ары барса, тепсе темір үзеді дейді, болды. Бірақ сіздер оған лайықсыздар. Еліміздегі соңғы жаңалықтарға қарайтын болсақ, Михаил Шайдаров чемпион ретінде барлығымыз көтеріп жатырмыз, десе де ол бір 3 минуттың ішінде көркем өнер көрсетті. Еркебұлан Тоқтар бірнеше минуттың ішінде өзі емес қарсыласын құлатқаны үшін абыройы асқақтап жатыр. Десе де бір емес бірнеше ұлды қызды құрсақ әлемінен мына дүние әлеміне алып келу үшін 9 ай 9 күн құрсағында, 2 жыл білегінде, мәңгілік жүрегінде сақтаған аналардың әрқайсының орны кез келген чемпионнан артық. Сіздер бұндай құрметке, теңеуге әбден лайықсыздар. Ендеше дәл сол ана мен баланың ортасындағы тәтті диалогты қойылымға айналдырған Шымкент қаласы 17 жастар театр менен номері 1 білім инновация лицейінің оқушыларының орындауында қабыл алыңыздар. Жан балам, бұл хатты саған жазар медім, жазбас бедім. Денемнен бөлініп шыққан бір бөлшегім емессің бе? Сағынбайды ғой деймісің? Ендеше сол сағыныштан туған сөздер деп білерсің. Рахмет, жағдайымды сұрап қоясың, ақшаң бар ма дейсің. Балам, менде бәрі жетет. Зейнет ақым да бар, оның үстіне қартайған шағымда не ішіп, не жеп қарық қылар дейсің. Шынымды айтсам балам, сенің көңіліңді, пейіліңді, жылы сөздеріңді сағындым. Есіңде ме құлыным? Есіңде жоқ шығар, шақалақ кезіңде, бесікте жатып маған қарап жымиятынсың. Мен сенің қарның ашып қалма деп дереу ақ сүтімді аузыңа тосатынмын. 5-6 ай бола бастаған шағым. Бұлдырлап бір нәрселерді айта бастадым. Ол кезде не дегеніңді білмеймін, бірақ ол сөздердің барлығы мен үшін. Анашым, мен сені қатты жақсы көремін деп естідім. Бір жасқа толдың, қалт-құлт етіп жүре бастадың. Тәтіректен барып құлап қаласың, қайта тұрып қайта жүресің. Балам, міне сол кездердің барлығы мына менің жүрегімде әлі күнге дейін сайрап тұр. Үш 4 жасқа келдің. Қолыңа түскенді қирату сенің өнерің болатын. Қызық е, сен бір нәрсені білдіресің, ал мен күлетінмін. Бір күні қатты ауырып қалдың, неше күн жазылмай жаттың. Сол кездегі менің күйімді көрсең ғой. Я Алла тағалам, балама шипа бер, баламның орнына мен ауырайын деп жаратқанға неше рет жалбарындым. Ыстығыңды өлшейім, дәрі берем, түні бойы қолымнан тастамай көтеріп жүрем. Үстіңдегі көрпеңді біресе ашам, біресе жабам. Әйтеуір сенің жағдайыңды жасаумен әуремін. Сол күндердің барлығын ұмытады деймісің? Өз жүрегімнен бөлім шыққан балам емессің бе? Одан соң мектепке бардың. Сен мектептен келгенше сені алаңдаумен күтіп отырам. Сөйтіп жүріп ержеттің ғой қарағым. Енді міне, сен жұмысқа кеткелі аттай 5 жылдың 100 өтті. Содан бері менің ана жүрегім нелерді бастан кешпейді дейсің. Құдайдың құтты күні өзіңді уайымдаумен отырам. Осы қарғам не істеп жүр екен, жағдайы жақсы ма екен, қасындағы достары қандай адамдар екен, неге хабарласпай кетті екен, денсаулығы жақсы ма екен, санамда бітпейтін сансыз сұрақтар. Алла тағала
ананы осылай жаратады екен ғой. Балаға деген мейірімді ана жүрегіне осылай салады екен ғой. Жаным балам, жылына бір келіп, 10 күн қасымда болғаның не болады? Оған мауқым басыла қояма? Дұрыс, сен үлкен қызметтесің, елдің сыйлы азаматысың, уақытында жоқ шығар. Алайда балапаным, сені дүниеге әкелген анаңның көңілі қашанда алаңдаулы екенін білгейсің. Есікке қарасам, анашым, мені сағындың ба деп кіріп келетін секілдісің. Өзің әперген телефонға қысқа күнде 40 рет қарайым. Сен қоңырау шалғанда қара басып естімей қалам ба деп де қорқам. Жоқ, есіктен де кірмейсің, қоңырауың да көрінбейді. Жаным балам, мен бәріне де шыдаймын, бәріне шыдап үйренгенмін. Бар тілегім, қайда жүрсең де аман бол. Сені мұнда сарғая күтіп жүрген, сағынып жүрген, сағыныштан жанын қоярға жер таппай жүрген анаңның бар екенін ұмытпа. Қайда жүрсең де, еңсеңді тік ұста балапаным. Анашым, бір өзімнен бастап өмір жолдарын, жүрегімді жалғадым. Өзін мынау сыйға берген өмірде, ақ сүтінді ақтап өту арманым. Ана, шырақ, ұрпағымен жаралған, өз анасын бар періште ардақтаған, құдіретін сезінгендер бас иіп, ана деген 3 әріпке бағынған. Аман болса, ана деген ардағың күндей болып, нұрланады жан-жағың. Қуанышпен бар қайғысын өмірдің, ана ғана көтереді салмағын. Ана деген жылағанды жұбатқан, ана мөлдір жаралғандай бұлақтан, қорған болып аймаласа перзентін, тәңірінен амандығын сұраған. Ана деген түн ұйқысын 4 бөлген, ана ғана өткізеді өткелден, жадыратса жаздай етіп жаныңды, шуағыстық алмайтұғын көктемнен. Ана болса жүзіп өтер кемен бар, ана болса қартаймайтын деген бар. Тірі кезде қадірлесен ананды, шын өкініш жауамайды сананды. Үзәк өмір жасай берсін аналар, аналарын қадірлесе адамдар. Шаңыраққа шаттық нұрын сыйлаған, Аман болсын ақ жаулықты аналар. Сәби келді ақ періште іңгәлаған, иіскеп емірене мейірленген туған анам. Періште сәби қолының мен үшін бүгін ұлы күн, қабылдап ана жылуын өсебе алдында нелер бар күнім,
аны кірпік қақпай атқызатын алатаным. Періште сәби құлыным, мен үшін бүгін ұлы күн. Қабылдап ана жылуын көселер. Тағдырдың көрме тарлығын, алдыңда нелер бар күнің. Мойныңа алып ар жүгін, адам бол. Періште сәби құлыным, мен үшін бүгін ұлы күн. Қабылдап ана жылуын көселер. Тағдырдың көрме тарлығын, алдыңда нелер бар күнің. Мойныңа алып ар жүгін, адам бол. Мойныңа алып ар жүгін, адам бол. Лицейіміздің мұғалімдері Әбішева, Қаламқас, Гилатова, Шаттық мұғалімдерімізге ду қол шапалақтарыңыз. Шынында баланы да тәрбиелеп, өмірге ұрпақ алып келіп, шәкірттеріне білім нәрмен сусындап, өнерді, ән дейтін өнерді бойларына дарытып жүрген мұғалімдеріміз шынын құрметке, қошеметке әбден лайық деп ойлаймыз. Ал біз келесі кезекте сахнаға Білім инновация лицейінің номері 1-ші директорын ортаға шақырғымыз келеді. Аманат Аманбайұлы, сіздің құттықтау сөзіңізді ата-аналарға, мұғалімдерге жолдайық. Армысыздар, құрметті аналар, ардақты ұстаздар, қадірлі қонақтар. Сіздерді осы көктемнің ең нәзік, ең керемет мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Өздеріңіз байқап отырғаныңыздай, бүгін зал ерекше нұрланып тұр. Өйткені бұл жерде жай ғана адамдар отырған жоқ. Бұл жерде махаббат отыр. Бұл жерде мейірім отыр. Бұл жерде болашақты тәрбиелеп отырған ұлы жүректер отыр. Қазақ халқымыз әрқашан әйелдерді ерекше құрметтеген. Дана халқымыз ана бір қолымен бесікті, ал бір қолымен әлемді тербетеді деп бекер айтпаған. Өйткені бір ғана әйел бір әулетті тәрбиелейді. Ал бір ұстаз бір ұрпақтың болашағын тәрбиелейді. Сіздермен осы жерде кішігірім бір оқиғамен бөліскім келеді. Бір күні кішкентай бала мектептен үйіне келіп, анасына хат береді. Анасы сол хатты оқып тұрып, көзіне жас келеді. Бірақ баласына күлімсіреп, «Ұлым, мұғалімнің сенің ерекше бала, танышпан екенін жазды. Бұл мектеп саған кішкентай екен. Мен сені өзім оқытамын» дейді. Жылдар өткеннен кейін сол бала әлемге әйгілі өнер тапқыш болады. Күннен бір күні сол кісі, сол тұлға анасының ескі заттарын қарап отырып, сол хатты табады. Сол хатта былай жазған екен: «Сіздің балаңыздың оқу үлгерімі өте төмен. Біз оны осы мектепте оқыта алмаймыз». Ал анасы оған сенім берген. Сол тұлғаның аты Томас Эдисон. Осы оқиғадан біз бір шындықты үйренеміз. Бір баланың тағдырын өзгерту үшін бір ғана адамның сенімі керек. Ал сол сенімді ең бірінші ана береді. Ал оны қанаттандыратын ұстаз.
Құрметті аналар, құрметті ұстаздар, сіздердің мейірімдеріңіз біздің мектебіміздің жүрегі. Сіздердің тәрбиелеріңіз біздің балалардың болашағы. Біз балаларымыздың тек қана білімді ғана емес, жүрегі үлкен, рухы биік, адамгершілігі мол тұлға болып өсуін қалаймыз. Ал осы мақсатқа жету үшін әрине үлкен жүрек керек. Сол жүрек, құрметті аналар, құрметті ұстаздар, сіздерде бар. Бүгін арамызда мектебімізге еңбегі сіңген, мектебіміз дамуына зор үлес қосқан апайларымыз отыр. Ортада Санжан апай, Замзам апай және Толқын апай отыр. Орныңыздан тұрсаңыздар. Сіздерге мың алғыс. Ал осы кешті тамаша кештің ұйымдастырылуына атсалысқан мектебіміздің әкелер кеңесіне шын алғысымды білдіремін. Осы әкелердің бастамасы мектеп пен отбасының арасындағы берік байланыс бар екенін көрсетеді. Осындай ынтымақ бар кезде баланың тәрбиесі мықты, болашағы жарқын болады деп сенемін. Құрметті қауым, сіздерге зор денсаулық, шаңырақтарыңызға береке, жүректеріңізге қуаныш пен тыныштық тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Құрметті Аманат мырза, сіздің шыққан сәтті пайдалана отырып, біздер марапаттау рәсімін жасап жіберсек, арнайы білім инновация халықаралық қоғамдық қорының алғыс хаты менен лицейімізге еңбегі сіңген белсенділік танытқан ата-аналарымызды марапаттайық. Алғыс хат иесі Беренбекова Арайлым ханымды ортаға шақырамыз. Дәл осы мәтінде Бірлікова Динара ханымды да ортаға шақырамыз. Дәл осы мәтінде Газимова Гүлназ ханымды ортаға шақырамыз. Осы мәтінде Ермұхамбетова Дидар ханымды қоса шақырайық. Дидар ханым, сізде келсеңіз, алғыс хат иесі ретінде. Және де кезекті ата-анамыз Есенова Балғанай ханым. Келесі ару анамыз Жалдекенова Ажар ханым. Осы мәтінде Жексенова Иба ханымды ортаға шақырайық. Мырзағалиева Құралай ханым, сізді де алғыс хатпен марапаттағымыз келіп тұр. Сапарова Рая анамызды ортаға шақырамыз алғыс хатпен марапаттау үшін. Тұрдағалиева Гаухар ханымды да алғыс хат күтіп тұр, сахнаға келсеңіз. Алғыс хатымыздың келесі егері Танаува Айнұр ханым.
Төлегенова Ғалия ханым, сізді де құрметпенен ортаға шақырғымыз келеді. Сапанова Қарлығаш ханымды да сахна төрінен көрсек, Қарлығаш анамызды. Осы мәтінде Шамар Асел ханымды ортаға шақырайық. Асел ханым ортаға келсе, сіздің алғыс хатты табыстап алып, аналардың барлығыменен тамаша естелік суретке түсейік. Ал біздер қатырақ қолдау білдіріп қойсақ жарасат барлық аналарыға. Ортаға естелік суретке келіңіз. Аналарымызды осындай алғыс хатпен марапаттап болған соң, лицейіміздің әкімшілігінің атынан алғыс хатпенен білім беру саласында қалтқысыз қызмет етіп, және ұлт болашағы алдында атқарған адал еңбегі үшін мұғалімдерімізді марапаттағымыз келіп тұр. Ендеше сахна төріне Араджы Мерве ханымды ортаға шақырайық. Дәл осы алғыс хатпен Ерсайынова Жауһар Дария Ерсайын қызы марапатталады. Күшенова Бақтыгүл Биғали қызы, сізді де сахнаға шақырамыз. Алғыс хатыңызды ала кетсеңіз. Кабиева Айна Марат қызы. Бар болсаңыз сахнаға қарай қадам басыңыз. Дәл осы мәтінде Иманғужиева Эльмира Жақсыбай қызы марапатталады. Осы мәтінде Бейсова Айгүл Әділ қызы. Сахна сізді күтуде. Және Сүлейменова Майра Нұрлан қызы. Сізді де марапаттағымыз келеді, марапатқа лайық болғандығыңыз үшін. Және Улитина Светлана Евгеньевна. Сізді де ордаға шақырғымыз келеді. Ендеше мұғалімдерімізбенен, мектебіміздің қызметкерлерімен де естелік сурет болсын. Ортаға тұрыңыздар. Бізде әлі марапат таусылған жоқ. Келесі алғыс хат Білім инновация лицейінің әкімшілігі атынан ата-аналарымызға Жалелова Тойған ханымды ортаға шақырғымыз келеді. Нұрмағамбетова Қарлығаш. Сізде ортаға келсеңіз, белсенді ата-ана ретінде. Шаяхметова Салтанат апайымызды ортаға шақырамыз. Заленова Саним ханымды ортаға шақырғымыз келеді. Саним ханым. Насенова Эльмира ханымды да ортаға шақырайық. Дәл осы алғыс хатпенен Отыралиева Асел ханым шақырамыз.
Айтмағамбетова Алия ханым марапатталады. Дәл осы мәтінменен Кашимова Айнұр ханымды ортаға шақырамыз. Және Хаменова Бақытгүл Қайыржан қызы. Именова Айсәуле ханым, сізді де ортадан көргіміз келеді. Алғыс хат иесі ретінде. Жұмырғожина Айгүл ханым. Тасименова Айгерім ханым. Базарбаева Эльмира ханымды дәл осы алғыс хатпенен марапаттайық. Шүкірәлиева Зульфия ханым, сізді де сахнадан көргіміз келеді. Қолдауларыңызды білдіре отырыңыздар. Коданова Ләззат ханым. Ортаға шақырамыз арнайы алғыс хатпен марапаттау үшін. Осы мәтінде Уапова Салтанат ханымды ортаға шақырайық. Келесі ата-анамыз Нұрпейісова Гаухар ханым. Және де Кичпекбаева Шолпан ханымды ортаға шақырайық. Салтанат Сейітова ханымды ортаға шақырғымыз келеді. Әбуғалиева Майраш Мәлік қызы, сізді де ортаға шақырамыз. Қазбаева Назира Балтабай қызы. Губайдуллина Айнұр Бақытжан қызы. Айнұр ханымның марапатын табыстайық. Және де Чумбасова Фируза Хусан қызы. Осылай кезекті марапат рәсімі аяқталды. Аналарымызды құттықтай отырып, ортада керемет естелік суретке шақырамыз. Аналарымызға бір қатырақ қолдау білдіріп қояқшы. Лицейіміздің белсенді аналары. Ал дәл қазір сахнада Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған «Мен деп ойла» әні лицейіміздің ұстаздары Әділхан Ернар мен Гилатова Шаттық ұстаздарымыздың орындауында. Шапалақ құрметтеріңіз.
жаным маған, бұлт көрдің бе таулардан мамырлаған, сол менің ақ жанымның ақ жалыны, аулақта ауылымнан дамылдаған. Мен деп ойла, самал боп есіп өткен, мен деп ойла, нөсерді есі кеткен, мен деп ойла, өзіңді әр күн сайын, мен деп ойла, өзіңді мен деп ойла. Естідің бе аспанның күрсінгенін, сол менің саған деген тылсым демім. Ұйықтап жатса оянсын, ояу болса, күңіренген жанымды білсін дедім. Мен деп ойла, самал боп есіп өткен, мен деп ойла, нөсерді есі кеткен, мен деп ойла, өзіңді әр күн сайын, мен деп ойла, өзіңді мен деп ойла. Мен деп ойла, самал боп есіп өткен, мен деп ойла, нөсерді есі кеткен, Мен деп ойла, өзіңді әр күн сайын, мен деп ойла, өзіңді мен деп ойла. мен деп ойла, самал боп есіп өткен, мен деп ойла, нөсерді есі кеткен, Мен деп ойла, өзіңді әр күн сайын, мен деп ойла, өзіңді мен деп ойла. Шапалақ туғыл қошеметтеріңіз лицейіміздің мұғалімдері. Ал келесі кезекте сахнада бүгінгі кештің қадірлі қонағы Қуандық Нұғмаров ағамызды ортаға шақырамыз. Құрметті аналар, құрметті асыл жандар, бүгінгі төл мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздер үшін қуанамыз. Мынау әлемнің барлық жақсылығын сіздерге сыйласақ та жетпейді сияқты. Олай болса, ардақты аналарымыз, ару жандарымыз, қыздарымыз, апаларымыз, аман отырыңыздар. Мынау енді сіздердің мерекелеріңіздің құрметіне енді арнаймыз. Ескендір Қасанғалиев. Енді мен живой, сондықтан кішкене монитор көрінбейді. Сіздер шуласаңыздар, мен шатасып кетуім мүмкін. Бірге айтайық, олай болса. Ал кеттік. күніңмен қарсы алам өзіңді, сәбилі күніммен арнаймын сөзімді. Көргенше адам аңсаймын
сәлемін жолдаған көбегің оянса ұйқыңнан маң тұрды гүліндей балауса көктемдей құлпырды көргенше алаңыман аңсаймын толғана қабыл алғаныңды сәлемін жолдаған. Ай бәрекелді, керемет. Жарайсыңдар, береке құтты болсын ардақтан аналар, асыл жандар, абзал жандар. Мәпелеп өсірген аяулы жанына атемді кешірген көрген шалағыман аңсаймын толғана қабыл алпағыңды сәл көргенше алаңыман аңсаймын толғана қабыл алпағыңды сәлемін жолдаған қабыл алпағыңды сәлемін жолдаған. Мерекелеріңіз құтты болсын тағы да. Аяулы жандар, өмір сіздермен мәнді, өмір сіздермен сәнді. Олай болса әрбір үйдің берекесін келтіріп отқан аяулы аналарымыз, асыл жандар, арулар, сіздер аман болыңыздар. Ай бәрекелді. Вот енді қол соғуға болады, шулауға болады да. Енді мына келесі орындалар әнді сіздер қосылып билесеңіздер тіпті керемет ұштайтайын деп тұрмал әнді. Олай болса келесі орындалар ән «Все цветы» сіздер үшін. Ал кеттік жігіттер. Земля и ночь сменяет день, только для меня часы стоят, потому что я счастливее всех людей, мне Бог с небес послал тебя. Все цветы, что только есть на свете, я сорву, чтобы ты открыла сердце мне свое. Все цветы тебе одно лишь только я дарю. Все цветы и сердце верное мое. Мне хорошо смотреть в глаза твои, своей душой прильнуть к ней. Кружится земля сейчас для нас двоих, нет больше никого на ней. Все цветы, что только есть на свете, я сорву, чтобы ты открыла сердце мне свое. Все цветы тебе одно лишь только
сердце верное мое. Хоп! Әнекей веселен, көңілдірек. Зорнымыздан. Все цветы, что только есть на свете, я сорву, чтобы ты открыла сердце мне свое. Все цветы тебе одно лишь только я дарю. Все цветы, сердце верное мое. Сердце верное мое. Рахмет, мерекелеріңіз құтты болсын. Аман отырыңыздар. Қуандық Нұғмаров ағамызға ду қол шапалақ. Шынымен, сіздерға биледіңіздер ғой, сіздер орындарыңыздан тұрып. Қазақтың даласына ұқсап кетті ғой, гүлдер билеп жатқан сияқты күшті. Сіздерге рахмет көтеріңкі көңіл күйлеріңізге. Ал дәл қазір сахнада Шымкент қаласынан келген 17 жастар театрының тамаша қойылымы. Жастық шақтарыңызға, тіпті балалық шақтарыңызға, көңілдеріңіздегі тәтті естеліктерге ой жүгірте отырыңыздар. Жақсылық жасасаң қойылымы. Сен көріктісің, көріктісің, тал бойыңға талмаған ерік күшін. Не істеймін десең дағы еріктісің, себебі көріктісің, көріктісің. Сен көріктісің, көріктісің, тал бойыңға талмаған ерік күшін. Не істеймін десең дағы еріктісің, себебі көріктісің, көріктісің. Қыздарды көрсем бір түрлі осы. Өзімден өзім мұңданам, тыямда бейқам күлкімді өзімден өзім сыр бағам. Қымбат-ау қыздың ар мұңы, қиын-ау қиын, тым қиын, не болар екен, тағдыры үйіріліп соқса бір құйын. Тоймайды көзім, жүз көрсем, жай қалған менің гүлдерім. Тоң тұрып жерге күз келсе, не болады екен күндерің? Түрткілеп күдік жанымды кетеді жүрек тыз етіп. Әзірге жасыл бағымда отырмын міне күзетіп. Алдыңа келуғандар маған, о менің ақ бақытым бұйырмаған. Саусағыңның көзінде көзін салшы, шым-шымпырып шимай мені шиырлаған. О менің ақ бақытым бұйырмаған. Қатшы едегесі қабегер? Оқиықта қалды. Не еді? Өлең жазған ғой. Өлең? Мәссаған. Күшті әбеке. Ерштейм сана. Мұнанша халыққа паш етейік та өнеріңді. Оқиық. Ақын ғой біздің ақын. Міне, қараш, шапала ұрып отырсыз. Қандай өлең? Қара, қаншама халық тұр. Қараңдар. Немене почеркім мынау, Әдем. Болды. Тақырыбы мен қыз іздеймін. Мен қыз іздеймін.
үзіліп ақ тұратын сызылып ақ. Иманды болу керек жүзі бірақ. Бойынан ойы биік қыз іздейм, тілі қысқа, етегі ұзынырақ дейді. Тіл мен етекті байланыстырғанын айтсын. Мен қыз іздейм дейді. Көп көзіне түсуге ұялатын, мені ғана жүрекпен сүйе алатын. Ата-анам мақтанып қонағына, мынау менің келінім дей алатын. Ата-анасының жағдайын ойлап қояды ғой. Тағы да, мен қыз іздейм дейді. Әлі іздеп жатыр ма? Ой, біраз бар әлі. Әңгіменің айтатын шын айқынын. Жындылау мінезіме шыдайтығын дейді. Жынды. Мені біреу жамандап отырғанын естіп қалса, еңкілдеп жылайтығын дейді. Жылаудан көз ашпай дегенде ол қыз. Мен қыз іздейм. Әлі ма? Біреудің байлығына қарамайтын. Мендегі бар нәрсені бағалайтын. Ерім ғой деп алдына бас етін, өзін менен жоғары санамайтын. Бойы кіші болды ғой ол қыз. Сондай болып тұр ғой. Мен қыз іздейм. Жүректе Алла, аузында тәубасы бар. Салмақты жеріне келдік. Араласа бермейтін дауға шұбар. Жоқ нәрсені іздеуде қиын екен, бірақ бар да шығар дейді. Уайымдама, үмітіңді үзбе. Мынаның бәрі бір қыз ба? Қиын мынандай. Қыздар деп жатсыңдар ғой. Мен сендерге бір әңгіме айтып берейін. Баяғыда ғой, 8-9 жасымда. Жоқ, 10 жасым ба? Ертеге түсің ғой. Әлде жасым 11-ге толғасын ба? Нақты айтшы, нақты. Нақты есіме түспей тұр, 12 ме? 13 пе дей, білмедім, сол жасымда. Қыз ол кезде 15-тер шамасында. Оппа, үлкен ғой. Жоқ, 13-14 арасында. 12 емес айтыр, соны білем. 11 ме дей? Білмедім, сол жасында. Содан сұлу қыз жоқтай сол ғасырда. Сол жылыма алғашқы болғасын ба, пайда бола бастады, ауыр мінез. Сенде? Тастай ауыр. Темірдей. Сондай болады өзі. Қорғасындай мед. Бұлай болды ғой, мен оған хабарласып сәлем дедім. Жоқ, ол менің алдымда орап сәлем дедім. Мен оған барам дедім. Жоқ, ол бірінші келем. Торымыз болсын да, я? Жігіттер, не айтып жатырым? Өсек бет, өлең бет. Сағындым ғой дедің ау, Жоқ, жаным маған. Тұрмысқа шығып кеткен шығар. От көрдің бе таулардан мамырлаған. Сол менің ашығаннан ақжалына, алар қауылына амалдаған. Мен де ойлам, самал боп есіп өткен. Мен де ойлам, нөсерді есі кеткен. Мен де ойлам, өзіңді әр күн сайын. Мен де ойлам, өзіңді мен де ойлам. Естідің бе аспаннан күрсінгені, сол менің саған деген тылсым темір. Ұйықтап жатсам оянсам, ояу болса, көңіліңе жанымды білсін дедім. Мен де ойлам, самал боп есіп өткен. Мен де ойлам, нөсерді есі кеткен. Мен де ойлам, өзіңді әр күн сайын. Мен де ойлам, өзіңді мен де ойлам. Сенікі ме? Менікі ме сонау гүл? Арман үшін жазып жүрміз алау жыр. Жат біреуге бақыт болып туатын әйелдерді еркелеткен жөн ау бір, Әйелді ылғи еркелеткен ер оңар. Әйелдерсіз тірлігіміз не болар? Қой дейтұғын қожаң егер болмаса, еркек байғұс азып, тозып жоғалар. Дұрыс папа? Әне, сыйла елді, жоғарыдан бер орын, көтер оның мерейі мен беделін. Өз қызыңды сыйлағаның ол сенің, өз анаңда мәңгі құрметтегенің. Арманым мені аяла, аяла тағы аяла. Жанымның бағын саяла,
арманның бағын саяла сағынғаным арман мен аяла жай айтшы сонша ұрған не? сонша бақырып жай айтсай құрсын ән емес па енді беріліп кетіппіз арулардың көңілін табайық деп дәке мынамен көңіл таппайсың ау. енді Ары барса бір екі қой қайтарасың. жоқ кім айтты бұндай әнмен арулардың көңілін табасың деп енді аруларға әйелдерге сыйлық беру керек қара тыңда әлеуметтік сауалнаманың нәтижесі бойынша әйелдердің 31% құшақ гүлді қалайды екен 21% романтикалық саяхатты қалайды оған кім айтты статистика айтты айта береді 8% қолдан жасалған сувенирді қаласа 13% қымбат иіссу депті 12% мерекелік кешкі аса киетін көйлек депті Ол рас енді. ал сосын 10% өздері біліп жатыр айтсай не ол 10%? 10% монтоварка кастрюль үй жағдайындағы техниканы қалаймыз деген екен ал еркектер болса осылардың қайсысын берсем екен деп бас қатырып жүрген ғой мен сендерге айтайын бірден айтайын бұл бас қатыру босқа уақыт құрту Мына бала рет құлақ таза. міне осында ойдағы жігіттердің саны 5% құрайды 5% рет флактар осындайлардың кесірінен 8% әйелдер еркектерден еш нәрсе қаламаймыз деген екен ғой 8% әйел қара тыңда қай жерде мейлі қай елде әлемнің мәні әйелде мықтымың десең ойыңды әйелге барып дәлелде әйелсіз айтпаған әндімен әйелмен дәмді әңгімем сүйкімді болсаң шынымен әйелін сүйсін алдымен әйелге мәлім көп сырың сүрінсең әйел деп сүрін халыққа сыйлы болмайсың әйелге болсаң жексұрын десе әйелден ыстық от бар ма әйел деп түстік көкпарға қарғағың келсе біреуді әйелсіз өткін деп қарға әйелсіз өтсін артық енді сырыңды соған ашасың шөліңді содан басасың адамның күні әйелмен әйелдер мәңгі жасасын ханшайымым ау жүрегіммен ошағымның иесі шаңырағымның шаттығымның иесі ыстық сезіммен үнсіз ғана сүйесің ханшайымым ау бағымды мен жалғыз өзің еселен бағымның гүлі болып бақыт кешерер бағыма жетпей жатсам егер кей кезде сен кеше гөр Мына жаққа қайтпайсың ба? бітті ғой Алып кетпейсің бе? Бармай қалды. Әйелдер ай мына жақта да әйелдер екен қандайсың Қандаймыз? әдемі болып кетіпсің ғой әрқайсың біреу жер тұрса дағы бармайсың біреу сүйіп тұрса дағы қалмайсың Сондаймыз. әйелдер ай әйелдер ай әйелдер ай әйелдер ай әйелдер ай әйелдер ай ей бәсі осындай бар әйелдер ай құлар ай жанарлардың жауын алып тұрған ай біле тұра бүйректерің бүл кетіп кетесіңдер ғой тыңдай тұра тыңдамай айта басып айтшы әйелдер ай құлар ай қоймаған десі. әйелдерді еркектерден көп дейді Не бұл? Бұрынғы көп емес бола берсін көп мейлі ей әйел деген әдемі ғой әдемілік бізге көптік етмейді әйелдерді еркектерден көп дейді ойбай бола берсін көп мейлі әйел деген әдемі ғой әдемі
сен өтті кетпейлі. Ай, 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 о, ай, 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 о, ай, 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 о, ай, 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 зар қыздар, еліктірдіңдер, елікпе келем, желіктірдіңдер, ай, желікпе келем, мәттің аяттың, жүрегім жалғыз, бәріңе бірдей, бөліп беререм, мәттің аяттың, жүрегім жалғыз, бәріңе бірдей, бөліп беререм. Ерте қайтам деген. Бірде барсың, бірде жоқ, сен бір елексің. Күнімде таңымдай маған керексің. Күнімде таңымдай маған Махаббаттың құдірет күшін әлдилеп, егін жасын табыстырған жүрегін, жасыл жалын асылар маған ниет, бақыт сыйлап ұсыныпты гүлдерін. Той үстінде тәтті күндер, жас шымайлы шат күліңдер, ән салайық бейбелейік, шарықтасын шатты күндер, той үстінде тәтті күндер, жас шымайлы шат күліңдер, ән салайық бейбелейік, шарықтасын шатты күндер. Аниматор. Аниматор. Роддом жақта бар деген еді ма? Фотоға түсіретін. Шықты. Фотограф па хотя бы? Жоқ, теле. Ой, мына саған. Телефон бар ма? Яқта қасет. Телефон. Қане. 3, 2, 1. Күчік. Күшті. Жақсылық жасасаң, анаңа жаса. Жаныңа медет сұраған. Көрсетпей сол жан саған оңаша көзінің жасын бұлаған. Қане бері қой. Жақсылық жасасаң, әкеңе жаса. Жасытпай сені өсірген. Кемеңгер сол жан қатеңмен қоса, кемшілігіңді кешірген. Жақсылық жасасаң, жарыңа жаса. Жанарында ойнар жалт сезім. Жарыңның жанған бағынан аса жалғанда не бар? Айтшы өзің. Жақсылық жасасаң, балаңа жаса. Жаратқан берген сол бақыт. Ол қызың сені бағаламаса, ұрғаны Құдай сорлатып. Жақсылық жасасаң, ағаңа жаса. Арқа тұт асқар тауыңды. Ал олар шіркін алаламаса, артынан ерген бауырды. Қарындасым? Ауаға. Міне, мұнау саған. Игіліге жарасын. Қара. Жақсылық жасасаң, қарындасыңа жаса. Бөленсін шаттыққа. Жүрер дейсің жаныңда қанша, жаралған тағдыр жат жұртқа. Жақсылық жасасаң, ініңе жаса. Бар қора тазыла. Жат бауыр болман жоқ десін, күнара емес, күніге жаса. Күніге тазала сен. Күдерін үзіп кетпесін. Жақсылық жасасаң, досыңа жаса. Жауға да бермес өр кеуде, өкініп сосын өксіп балаша, өтпесін өмірің шерменде. Күлерсің кейін көзіңе жасап, көңілің босап жыларсың. Жақсылықты осы өзіңе жасап, жүргеніңді іштей ұғарсың. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас бекерге. Алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Менің атымды айта бастасам, тілім таңдайыма жабыс қалғандай болата тұрады. Адамның атының сүйкімді болуы да бір бақыт па деймін. Мәселен алып қараңдаршы, Болат, Ербол, Жақып, айтуға да ақшам, естір құлаққа да жағымды. Ондайлар біреумен таныса қалса, дауыстарын көтеріп, мақтанышпен айтады. Ал өзге түгіл өзіңе де ұнамайтын әйдік есімдер бар. Сен қызыл шақа болып жүргекте жатқаныңда, ата-анаң немесе шілдеханаға келген жұрт солай атап жіберген. Ей, осы Абылай хан деген ханның аты ғой. Міне, сол күннен, сол мезеттен бастап әлгі ат сенімен бірге туғандай, маңдайыңа шапталған да қалған.
Күні бойы футбол ойнап, әбден қалжырады. Аяққа қонған шаңды қарашы. Бесел. Өлтірет мамаң. Аямайды. Анам көрсе ұрсатшы. Оқтаумен ұрат. Адам болмайды. Тасташы. Одан да барып өзеннің қақ ортасына көпедеп Жас апамның ауылына барып едім қыдырып. Бір қошақан алдымнан шіркін ойнап жүріп. Ақ маңдайлы ай мерген, шекер мекем ал мерген. Кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен. Ақ маңдайлы ай мерген, шекер мекем ал мерген. Кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен. Меніңше, біздің ата-аналарымыз әлемдегі ең жақсы адамдар. Өйткені олар ешкімге ауыз сөз айтқан да емес, ешкіммен ұрысқан да емес. Біз барлығын бірге істейтінбіз. Ол бізге сабағымызға көмектесетін. Ал жаза болса саңырауқұлақтар мен жидектер теретінбіз. Ал кейде футбол ойнайтынбыз. Қызда бассейнге түсесің ғой. Бассейнге түспейді ғой. Көктемнің бір тамаша күні болатын. Қар баяғыда еріп кеткен. Дала не керемет, е? Сол уақытта әке мені өзіне шақырды. Балам, келе қойшы қасыма, кел. Келші кән. Ой, айналайын баладан, тауып алған даладан. Қошаға келе қой, кел. Алма, кел енді. Ой, айналайын. Еркелетпеші. Бол, еркелетсем өзім балам еркелет отырмын ғой. Қане, балам, кімнің баласы кән, айтшы. Айтамайды. Айталады, кән. Халық айтшы, кімнің баласы екен, кәне, кімнің баласысың? Иттің баласы. Иттің баласы ма деп айтшы. Олай айтпаңдар, кел, ойнап айтады, ойнап отырып, кән. Айтшы, кімнің баласысың? Кімнің баласы? Ибрахимнің баласы. Кел. Ол деді ұялма, кел. Еркете өрмеші. Қошақанымен, кел. Кел енді, Иә, біз айталамыз. Балам, бір рет айтшы тағы да. Арт жақтағылар естімей қалды. Кімнің баласы? Айтамайды. Кімнің баласы? Ибрахимнің баласы. Балам, қазір қай мезгіл? Жас. Жас деп айтшы. Мен сұрады ғой. Өз айтаттыңыз. Кәне, қандай мезгіл? Қазір көктем. Ой, ақылыңнан айналайын. Балам, білесің бе? Мен сенің анаңмен бар ғой. Осы көктемде танысқан. Одан бері қаншама уақыт өтті. Сол кезде бар ғой, сенің анаңа көктемнің ең алғашқы бәйшешектерін сыйлаған болатын. Ол бұлай болған. Астыманген атып кен анушқа, шағап көңіл ашып анушқа, егерек бұл дүниеде жететілген, сына бойнап күлмей баланушқа. Сықияйын, қатирайын, сағирайын, үзирайын, әзирайын, ағимай бәттімін. Үшкейіңіз тайшадан, бәлігейіңіз балшадай, ұлысыған марисай, ұшкейін алсам демін, қайда кетті райсай. Я люблю тебя. Қарағым айналайын жорды көзің, қайтарым сабуын айтқан сөзің. Коройдың сорттан болып жады, мен сол қайдан туды сен өзің. Сүйайын, қатирайын, сағирайын, үзирайын, әзирайын, ағимай бәттімін. Әшекей қыз айшылай, әрекей қыз балшалай, қолсырған марысай, нөшкен ау сөйлемай, қайда кетті райсай. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Я люблю тебя. Рая.
Ауылда әкемізді барлығы аға дейтін. Негізінде бұлай тек өздерінен жас үлкен ер адамдар айтпайды ма? Тіпті ауыл ақсақалдары оған бауырым демей аға деп шақыратын. Мұның өз себептері болатын. Әкеміз техника тілін өте жақсы білетін. Ол бір күн ішінде тракторды бұрандаға дейін шашып тастап, келесі күнде жинай салатын. Ал сіздер білесіздер ме? Әкеменің ең бастысы трактор жүргізуді үйрететін. Anlamay alsam kırmanda gel Kim var ekelemeke vasimegen Ay kışalama sen alım Birbirini kuvarım Kırmanda gel kalkatay elinde sıvarım Kırmanda gel kalkatay elinde sıvarım Alo? Ау, мама. Менде бәрі жақсы, уайымдамаңыз. Өздеріңізді қалай, жақсы ма? Үйдесіз ба? Оқытам, иә. Ало? Ало, мама. Ало? Ало? Барамыз, қай жер? Абай, телефон. Не болды? Ва, болды. Ай, сендер де бір. Мәңгі жарық күн сыйлаған маған Бір адам бар ол өзіңсің ана Мейірімге бір өзіңнен ғана Жылуды да жүрегіңнен алам Ардақты ана Аяулы мама Шеше, сен бақыттысың, жыламағын. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын, жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой қасыңдамын. Өлмеймін мен өзіңде асылданмын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағын. Байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа. Өзім кепіл тот басып тоз басыңа. Екі жыр жазсам саған бірін арнап, ана деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім, кеше көрсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Ана, сен бақыттысың тербете бер, құба талдан өлген бетсіріңді. Суық күнде тоңбады ма деп, әлде жолы болмады ма деп, жалғызсырап қалмады ма деп, мені ойлап қам жемеші мама. Саған тартқан менің күлгенім, сенің арқан шалқып жүргенім, қасыңдамын әркез біргемін. Мені ойлап қам жемеші мама, мені ойлап қам жемеші ана. Жүрегімде жүрген ай бір қауіптің, сабағындай шырмайды шырмауықтың. Үмітпенен, арманмен, күдікпенен өтіп жатыр зымырап зырлауық күн. Шешем менің еңкейіп бара жатыр. Қай күні келер екен дала батыр. Жел маған сыбырлайды аят оқып, бір күні айырыласың қарада тұр. Кім білсін, көңіл қандай күй кешеді, қаңырап қалу оңай үй кешегі.
алаңдаймын алтыным жоғалғандай, анамның көрінбесе кимешегі. Менің шешем үйілген сұрау белгі, сәл ғана шаттық көрді, жылау көрді, қалай ғана қалпына келтірерсің, тағдырлар майыстырған мынау белді. Ұлым сені жұмаққа бергісі жоқ, жұмағында тамып қой көргісіз от. Осылай көз алдында жүре берші, сұраулы сөйлемдердің белгісі бар. Солғанша гүлім күзде толып, ана деп ән салам. Жүрегім мейлі жүзге толып, бөлекпін мен саған. Анам, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал анам, көңіліңнен бала. Дарасың сен маған, дарасың сен маған. Мақтанатын махаббатым, махаббатым. Рахмет саған әке. Рахмет саған ана. Бізге қамқор болғаның үшін, баба ізін жалғағаның үшін, тектілікті жоғалтпай, жалғыз анамды таңдағаның үшін. Рахмет саған әке. Сәл жырақтап кеткенде сағындыңыз, қиналғанда қасымнан табылдыңыз. Аласұрып, алаңдап дұға жасап, жаратқанға мен үшін жалындыңыз. Сол үшін рахмет саған ана. Мұңайым жылап қалсам жұбаттыңыз, еркелетіп құшаққа құлаттыңыз. Жолым болмай өмірде қиналғанда, бойымдағы қайғымды уаттыңыз. Сол үшін рахмет саған ана. Болашақ ұрпақтың атынан, ежелгі ата бабамның атынан, 18 мың ғаламның атынан, 8 миллиард адамның атынан. Рахмет саған әке. Рахмет саған ана. Бәрі үшін, бәрі үшін. Береке күніңнен қарсы алам өзіңді, сәбилік сезіммен арнаймын сөзімді. Көргенше алама, аңсаймын толғанын, қабыл ал балаңның сәлемін жолдаған. Көргенше алама, аңсаймын толғанын, қабыл ал балаңның сәлемін жолдаған. Қабыл ал балаңның сәлемін жолдаған. Он 17 жастар театры ал дәл қазір сахнада сіздер үшін номері 1 білім инновация лицейінің 3-тік одағы. Оқушылар, ұстаздар, әкелер, қабыл алыңыздар. Бүгін далам күндегіден бөтен ғой. Бүгін ғалам жылылыққа мекен ғой. Бар сұлулық неге тұнып тұр десем, аналардың берекесі екен. Бүгін жырым төгіліп тұрын десердей, жазылмаса жанды жарып кетердей. Қалам неге ала қашып тұр десем, ей жігіттер, аналардың, арулардың мерекесі екен ғой. Жаным бүгін жайлауынан көшердей,
көңіл гүлді түйіншегін шешердей. Әйел кім деп ақылсыз сөз бастама. Бірі қызың, бірі жарың, ал біреуі анаң ғой. Бәрі де ана бір өзінен басталды. Сен деп жаздым алғаш өлең дастанды. Қуандым ба, өзің бар деп қуандым. Жыладым ба, өзің жоқ деп жастамды. Бәрі де ана бір өзінен басталды. Жанарынан көрдім алғаш аспанды. Еркелесем, бір өзіңе еркелем. Жасқандым ба, бір өзіңнен жасқандым. Алғашқы дәм, ол да сендік сүт еді. Ақ сүт берген қашанда үміт күтеді. Отанның өзі сенен басталып, жанған жерден осылай бітеді. Ойланып, ой жүгіртіп әлемге кең. Барсам да қай өлкеге, қай елге мен. Бүкпесіз білетінім бір ағығым, тірегі тіршіліктің әйелдері. Сұлулар күнімізде, гүлімізде. Сұлулар тынысымда, тірегімде. Сұлуларсыз гүл өмірдің сәні бар ма? Сұлуларсыз бұл өмірдің мәні бар ма? Сұлуларсыз, аруларсыз өткен өмір, қызығы, қызуы да кеткен өмір. Ақ сүтін аналардың ақтайықта, мәңгілік махаббатты сақтайықта. Тәңірі сұлулық пен жылулықтың мақтасақ, әйелдерді мақтайықта. Ана, жалғыз ана, жарығым сыйлан, жамандыққа қимаған. Ана деген ана, маңдайымнан сыйпаған, жылы киіп жүр болған. Батаңды қабыл алып сағынаға шықтым ана. Сапарда жүрген кезде мен алаңдап күттің ана. Әрдайым уақыт бөліп шабыт беріп көңіліме қарадың. Yapma, әр сөзің алтыннан бағалы бар мәні. Өз үшін жарыңды арнадың бәрі де. Сенің арқаң ана жаным, ана жаным. Ана, жалғыз ана, жарығым сыйлан, жамандыққа қимаған. Ана деген ана, маңдайымнан сыйпаған, жылы киіп жүр балам. Жұмбақтың кілті сенің табаныңның астында, туғанның арқасында бақыт қонды басыма. Мен үшін орны бөлек байлығымсың расында. Ана жан, ешқашан қатарымнан кем қылмадың. Жаныма жігер беріп нұры сыйладың. Жанашыр, ана жан. Ана, жалғыз ана, жарығым сыйлаған, жамандыққа қимаған. Ана деген ана, маңдайымнан сыйпаған, жылы киіп жүр балам. Ана, жалғыз ана, жарығым сыйлаған, жамандыққа қимаған. Ана деген ана, маңдайымнан
маңдайымнан сыйпаған жылы киіп жүр балам. Ана жалғыз ғана жарық өмір сыйлаған жамандыққа қимаған ана деген ғана маңдайымнан сыйпаған жылы киіп жүр балам. Құрметті ханымдар, аналар, ендеше қорытынды сөз болсын бүгінгі кештің. Әкелер кеңесінің төрағасы Абдрахманов Айдос Жетпісбайұлын ортаға шақырамыз. Құрметті аналар, арулар, апайлар, барлығыңызға қайырлы күн. Барлықтарыңызды халықаралық 8 наурыз әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздер тек қана өз отбасыларыңыз емес, қоғамымыздың тірегісіздер. Себебі аналар ретінде өздерінің даналықтарыңызбен, сабырлықтарыңызбен, мейірімділіктеріңізбен болашақ қоғам қайраткері, болашақ маман иегері, болашақ ұстаз, болашақ жұлдыз Қазақстанымызда атын шығаратын жұлдыз тәрбиелеп отырсыздар. Осындай тәрбие процесінде мектепке келіп, мектептің лицейіміздің өмірінде беделді болып, әрқашан қолдау көрсеткендеріңіз үшін көп рахмет айтамыз. Сізде тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Ар шаңырақтарыңызға, үйлеріңізге бақыт, берекет, әрқашан осындай қуанышты болып құлпырып жүре беріңіздер. Тағы да мерекелеріңізбен. Бүгінгі концертімізді ұйымдастырған, аманат ағай бастаған мектеп әкімшілігіне көп рахмет. Және де осы сахнада өнерлерін паш еткен ұстаздар бар, балаларымыз бар. Сонымен қатар қонақтарымызға көп рахмет. Өнерлеріңіз үстем болсын, әрқашан осындай жақсы кеште кездесе берейік. Тағы да мерекелеріңізбен. Сіздерге алғысымыз шексіз. Осылай біздің бүгінгі мерекелік шарамыз өз мәресіне жетті. Мереке құтты болсын деп тағы да айтамыз. Ел аман, жұрт тынышта, кездескенше. Көзімнен бір ашқан, аштым ба білмедім, әйтеуір нұр қашқан, әйтеуір гүлдедім. Көктемдің бұлбұлы кеудеме қонады, құшаққа қыр гүлі толғандай болады. Әнбісің төгілген, жырмысың армандай, бір бақыт көрінген. Жақында қалғанда жанарың ұшқаны